Құрметті тыңдарман, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Өлеңші Томас, Шотланд ертегісі. Ертеде мәңгі жасыл Эйлдың жоталарының етегін баса орналасқан Ерсилдурн деген қыстақта Томас Лермонт есімді жайсаң бір жігіт өтіпті. Ел қатарлы күн көшкен, асып бара жатқан қайраты жоқ қарапайым ғана жан екен. Тек лютня, яғни бір аспапты шерткенде, шеніне ешкім жеткізбепті. Ептеп өлең құрайтын да өнері болыпты. Бір күні Томас жақын маңайдағы таныс фермерге жолығып қайтуға жиналып, лютнясын қолтығына қысады да үйінен шығады. Жылдам адымдасам, қазір-ақ жетіп барамын ғой, деп ойлайды Томас. Бірақ аспан айналып жерге түскен аптап ыстық еді. Томас дөңкейген алып жотадан құлдырай аққан бұлақтың басына жеткенде, тілі салақтай шаршап, саялы бір еменнің көлеңкесін паналап, жан шақырады. Қарсы беттегі тоғайдың іші толған ер-шиыр, бытысқан сүрлеу соқпақ екен. Томас күңгірт, сабат тоғайға қиялдана көз тігіп, лютнясының сым шектерін жайлап тербеп отырады. Кенет алыстан құмығып, тау бұлағының сылдырына ұқсас бір дыбыс естіледі. Бұл не ғажап? Таңырқаған Томас орнынан қарғып тұрады. Тоғайдың қайдан басталып, қайда апаратыны беймәлім соқпақтарының бірімен салт ат мінген айдынды бір бикеш келе жатыр. Одан өткен сұлуды Томас тұрғай күллі әлем көрмеген еді. Сұлу бикеш шөп түстес, жасыл торғын көйлек, жасыл мақпал шапан киіпті. Алтындай құбылған шашы нәзік иықтарын толқындай жауап арқасына төгіледі. Қардай аппақ арғымағы жүріп емес, қалықтап келе жатқандай, жеңіл билей басады. Арғымақтың жібек жалы тарам-тарам өріліп, әр өрімге құйтақандай бір-бір күміс қоңырау тағылыпты. Тау бұлағының сылдырындай үн сол қоңыраулардан тараған екен. Томас басының қалпағын алып, ару бикештің алдында тізерлей сылқ түседі. Бикеш атының басын тежеп, Томасқа орнынан көтерілуге әмір етеді. Мен эльфтер королевасымын. Бұл жаққа өзіңмен кездессем деп келіп едім, дейді. Жұмсақ жымиып, Томасқа тал шыбықтай бұралған әсем қолын созады. Жігіт королеваны сүйріктей саусақтарынан ұстап, аттан түсіреді. Арғымақты бір тікенекті бұтаға байлап, бикешті жапырағы жайқалған ағаштың түбіне апарып отырғызады. Тәңірі текті, тылсым сұлулық тілін байлап, ақылын арбайды. Лютня шертші, Томас, дейді сиқырлы сұлу. Жұпар ауа мен тәтті күй жан дауасы емес пе? Томас лып етіп, лютнясын алып шерте бастайды. Бұрын соңды осылай ойнамаған еді. Күйі шадыман шаттыққа, нәзік сырға толы болатын. Ол күйін қайырғанда эльф королевасы сүйсінгенін жасырмай тамсана күрсініпті. Саған сый тартсам деймін, Томас. Не тілесең, соны сұра. Кез келген қалауыңды орындаймын, дейді. Томас королеваның ақ-ұлпа қолдарынан ұстап, тілі күрмеліп. Бір сүйгіз әміршім, өзге тілегім жоқ.
деуге батылы жетеді. Королева қолын алмай құпия күлімсіреп: байқа, Томас, егер мені бір сүйсең, төлеміне табандатқан 7 жыл бойы маған қызмет етуіңе тура келеді. Бағың ашылуы да, сорың қайнауы да мүмкін. Келсесің бе соған? Деп сұрайды. 7 жыл деген немене? Деп дауыстап жібереді Томас. Мен саған 7 жылымды қуана-қуана сыйлар ем. Сөйдейді де королеваның балшырын еріндерінен елжірей өбеді. Королева орнынан көтерілгенде Томас ендігі жерде бар еркінен айырылғанын, королева қайда бастаса, сонда баруға әзір екенін сезінеді. Бірақ бұған титтей де өкінбейді. Өйткені таң сипатты королева оның жүрегін бір жолата жаулап үлгерген еді. 7 жыл деген немене тәйірі. Эльфтер королевасы ақ арғымағына салмағы білінбей жеңіл қонып, Томасты мінгестіріп, зырқырап жөнеледі. Қоңыраулар сыңғыр қағып, аршалы жондар мен шалғынды сайлар бірінен кейін бірі алмасып, бол-бол қағып қалып жатыр. Арғымақтың екпініне желде ілесе алмапты. Ақыры олар бедері бөтен жым-жырт бір жерге жетіп, аттан түседі. Королева осы араға аз-кем аялдап, ат суытып, дем алатындықтарын айтады. Томас төңірекке зер сала қарап, ажалды пенденің аяғы баспайтын алапқа келгенін біледі. Ен, өлі, бедірейген бедеу дала. Арт жақтары ит тұмсығы өтпейтін ну жыныс. Алдыда 3 жол жатыр. Біреуі тар, бұралаң жол. Жиегіне ойысып, тікенекпен ит мұрын өсіпті. Жолдың екі қапталына жарыса шыққан тікенді бұталар биіктей түсіп, бастары түйісіпті. Қап-қараңғы, ұшы қиырсыз дәлізге ұқсайды. Екінші жол даңғыл екен. Күн нұрына малынып жатыр. Жол жиегі. Түкті кілемдей құлпырған көк майса, нешеме алуан гүлдер. Үшінші жол қалың папоротниктердің арасымен тік өрлепті. Жол үстін жүріске жайлы, жұмсақ мүк басып, екі жағынан сәнмен елген жасыл желек көлеңке түсіріп тұр. Томастың қараң қалғанын байқаған эльфтер королевасы: тар, бұралаң жол ақиқат жолы. Бұл жолмен жүруге кім көрінгеннің жүрегі дауаламайды. Гүл жайнаған жазираны кесіп өтетін даңғыл жол азғындық жолы. Көз алдап, көңіл бұзады. Ал мәңгі жасыл, мәңгі жас папоротниктердің саясындағы тік жол эльфтер еліне апаратын жол. Бүгін түнде осы жолмен Эльфландияға аттанамыз, дейді. Королева жасыл жібектей есілген эльфтер жолына қарай ұмтылып, ауыздығымен алысып, тыпыршыған арғымағының қасына келіп, жалынан сипап тұрып, Томасқа былай депті: тыңда, Томас, әр сөзімді жадыңа тұт. Эльфландияда болған уақытыңда не керемет, не ғажайып көрсең де, тіс жарып сөйлемеуге тиіссің. Сонда ғана мерзімің біткен соң аман есен өз еліңе ораласың. Егер абайсызда бір-ақ ауыз сөз айтсаң бітті, арылмас қайғыға батасың. Эльфтер елі мен адамдар елінің арасындағы толсыздар тол далада мәңгі бақи қаңғып жүретін боласың. Ұқтың ба? Енді бақтың ба, сорың да өз қолыңда. Таңғажайып королева мен бейшара Томас ақ арғымаққа мінгесіп, 3-ші жолға түсіп, эльфтер елін бет тұтып ұзақ шабады.
талай-талай белден асады, ойпатты да, жазираны да басады, малтығып ми батпақтан да шығады. Түнде төбелерінен мөлт қара түнек аспан төнеді. Күндіз күн сәулесіне шағылысқан алтын бұлттар жүзеді зеңгір көкте. Кейде жойқын ағысты өзендерден ат жалдап өтеді. Тек бұл өзендерде су емес, көбігі көпіршіген қанағатын. Ондайда королева жасыл шапанының шалғайын жиып отырады. Ал арғымақтың бауыры қанға боялып шығады. Жер жаралғалы бері төгілген адам қаны жүздеген, мыңдаған жылғалармен ағып келіп тоғысып, осы жан шошырлық өзендерге айналатын көрінеді. Ақыры олар Эльфландияның да шекарасына ілінеді. Сол-ақ екен, мың сан керней құйқылжып, аспан астын кернеп кетті. Бұл королеваның аман есен оралғанын бүкіл елге әйгілеген қуаныш күй еді. Осыншама салтанатты сарынның толқынында Томас сиқыр сәулеге бөккен тылсым елге келіп кірді. Ал алыс қиырда адамдар жерінде Ерсилдурның тұрғындары жаздың бір жайма шуақ күні із-тоссыз жоғалып кеткен Томас Лерман жайлы үрейлі жұмбақ әңгімені маздатып жатқан. Эльфландияда жүрген кезінде Томас адам айтсыз сенгісіз не бір жұмбақ оқиғаларға куә болды. Не бір керемет тәмсілдерді естіді, бірақ көрген білгені туралы ешкіммен де ләм-мим деп сөйлеспеді. 7 жыл 7 күндей болмай зыр етіп өте шықты. Томастың уағдалы мерзімі тамамдалып, хош айтысып, елге қайтар шақта туды. Королева Томасты өзі шақырып салып, Эльфландияның шекарасынан асырып, жайқалған бір баққа алып барды. Бақ ішінде не бір сұлу гүлдер өсіп, кіп-кішкентай моп-моқан мүйіз тұмсықтар серуендеп жүр екен. Королева мәуесі төгілген бір ағаштан өз қолымен алма үзіп Томасқа ұсынады. «Міне, енді сен сертіңнен азатсың, Томас», дейді. «Сөйлеуіңе әбден болады. 7 жыл бойғы адал қызметің үшін мына алманы ал. Бұл жай алма емес, қасиетті алма. Ақиқат сыйы. Сен бұдан былай шындықты, тек қана шындықты айтатын боласың», дейді. Біздің Томас ақылсыз жігіт емес еді. Адамдар арасында үнемі шын сөйлеп, ақиқатын ғана айту абыройға бөле қоймасын жақсы білетін. Өзінің осы күдігін эльфтер королевасына әдеппен түсіндіреді. «Адамдардың арасында тұрғанда», депті, «шындықты үнемі бетке айтуға болмайды. Кейде аздап қосып, өңдеп жіберуге де тура келеді. Айталық, қызбен сөйлескенде, немесе көршіңмен сөйлескенде. Ондайда қызыл тілдің көмегінсіз іс бітпейді». Сонда королева күлімсіреп: «Абыржыма, Томас, мен сыйымды көзіңнің қарашығындай сақта. Сен зор даңққа бөленесің, атағың жер жыратын болады әлі. Жер бетінде Шотландия деген ел барда Лермонт есімі ұмытылмайды. Сен жай ғана шыншыл емес, аузынан баршаның көңілін ұйытар ақиқат жыр естілетін ақын боласың. Ал енді еліңе қайтар уақыт туды. Хош, аман тұр», дейді. Тағы айтыпты: «Есіңе сақта, Томас, күндердің күнінде мен сені қайтадан шақырамын. Менің сәлемім өзіңе жеткен жерде екетпей орындауға серт бер. Мен сені ертіп келуге өзімнің 2 елшімді жіберермін. Сен оларды бірден танисың. Олар сенің әлеміңнен емес, басқа әлемнен келеді», депті. Томас ару королеваның тұңғиық жанарына қараған сәтте өзін 7 жыл бойы бұғау кісенсіз тұтқындаған ғашықтық дуасының тарқамағанын, шалқай түскенін,
жүрегін мәңгілікке жаулағанын ұғынады. Королева қуана толқып тұрып ант береді. Сертін айтып бітірер-бітірместе Томасты қалың ұйқы басады. Жасыл бақ, нұр атқан гүлдер, момақан мүйіз тұмсықтар бәрі аспаннан тұмшалай түскен сүттей ақ тұманға сіңіп ғайып болады. Томас оянса, баяғы бұлақ жағасында королевамен алғаш кездескен жерде салалы, саялы еменнің түбінде жатыр екен. Өңі түсі екенін айыра алмай, төңіректі барлай шолады. Тоғай түкпіріне тартқан көне сүрлеу соқпаққа қадалып, ақ арғымақ мінген ару бикеш шыға келмес пе екен, күміс қоңыраулар сылдыр естілмес пе екен деп үміттеніп ұзақ отырады. 7 жылға созылған сапары қас қағымдай ғана, тәтті түстей ғана көрінеді. Мен әлі ораламын деп айғай салады тоғайды жаңғырықтыра. Содан соң лютнясын алып, Ерсілдурынға қарай адымдайды. 7 жыл ішінде не болып не қойғанын білуге асығады. Ең бастысы, эльфтар королевасының бұдан бұлай тек шындықты, ақиқатты ғана айтасың деген уәдесінің өтірік шынын тездеп тексеріп көрмекке көңілі кетеді. Әй, көршілерінің біріне жақпай, ит болар мынау, дейді Томас күбірлеп. Тек қана шындықты ести беру кімге ұнасын? Адам баласы мақтап, марапаттағанды ұнатады ғой. Қыстақтың шеткі көшесіне кірген бетте алдынан біреу бажылдай қашады. Бұл әлде қашан өлдіге саналған Томасты көріп, о дүниеден келген аруақ па деп қорыққан көрші шал еді. Алайда көп замай-ақ Ерсілдурын тұрғындары Томастың тура өздерінде қол-аяғы бүтін, сап-сау тірі адам екеніне шүбәсіз иланып, қаумалай қоршап алады. Оның эльфтер еліне жасаған таң-тамаша саяхаты жайлы естіп, естері шығады, қайран қалысады. Бала-шаға айналып үйіріліп, Томастың маңында жүреді де қояды. Таңғажайып эльфтер туралы қызық хикаяны қанша тыңдаса да, құмарлары қанбайды. Қарттар бас шайқаса сыбырласып, эльфтер королевасы ілгеріде ертіп кеткен әр түрлі адамдар хақында әңгіме өрбітеді. Ол адамдардың бірде-бірі қайтып оралмап еді. Томас басынан кешірген неғилы хикметті майын тамыз айтқанмен, бір нәрсені королеваға берген соңғы сертін ішіне бүгеді. Ол хақында ешкімге ештеңе демейді. Ал Томастың өзін таңырқатқан жайт Ерсілдурынның еш өзгеріске ұшырамаған еді. Тіпті арада 7 жыл емес, 3-4 күн өткен сияқты. Әрине өз үйі аздап тоза бастапты. Қамыс шатырының кей тұстары шіріп, қабырғаларда сызат пайда болған. Көршілердің бетіндегі әжім, шашындағы ақ көбейген тәрізді. 7 жыл, 7 шіліңгір жаз, 7 берекелі күз, 7 қаһарлы қыс, 7 жайдары көктем ауысқан. Жер жоғалмаған, адамдар құрымаған, бәрі де өз орындарында еді. Томас күн санап, эльфтар королевасы берген уәденің орындалар-орындалмасын тағатсыздана тосты. Шынымен-ақ тек шындықты ғана айтар мекенмін, дейді оңашада ойға батып. Әйтсе де бұрынғысынан көп өзгермегендей, көрші фермердің қызымен күлмеңдесіп, қойын, сиырын бұрынғыша қалаған бағасына өткізіп жүре береді. Бір күні қыстақ тұрғындары үлкен кеңеске жиналып, жұртшылық ауыр апат, малға тиген індет жайлы сөз етеді. Көрші қыстақтардың малы топалаң келіп қырылып жатқан. Міне сонда беймәлім бір күш Томасты орнынан тұрып сөз бастауға мәжбүр етеді. Томас өзі де күтпеген жерден індет бүкіл аймаққа жайылғанмен, Ерсілдурынның малы аман қалады деп сәуегейлік жасайды.
Жерлестері аң-таң болғанмен, оның сөзіне имандай сенеді. Өйткені Томастың сөзінде де сенбесіңе, иланбасыңа қоймайтын бір құдірет бар еді. Шынында Ерсілдорн халқының тышқа құлағы шетінемей, індет бұларды айналып өтеді. Содан бастап Томастың айтқаны қате кетпейді, айнымай келеді. Және ойын қара сөзбен емес, өлеңмен жеткізеді. Жырмен көмкерілген даналықты халық тез жаттап алып, бірден бірге тарап, бүкіл Шотландияға жайылады. Дана Томастың, өлеңші Томастың жырын естіп, жүзін көруге ынтыққан жұрт үздіксіз ағылып жатады. Біздің қалаға тұрыңыз деп қолқа салушылар көбейеді. Алайда қаншама дабыралы даңққа ие болғанмен, Томас менсінбейді, жерлестерінің арасында өмір сүреді. Байыған соң, Ерсілдорнның қасынан қамал сарай салғызады. Қамал сарайдан қонақ арылмайтын болады. Осылайша 2-7 жыл өтеді. Сол кезде Ағылшын королі мен Шотланд королінің арасында соғыс өрті тұтанып, Шотланд жасағы Томастың қамал сарайының тұсынан қоныс тебеді. Томас ержүрек жауынгерлердің құрметіне қонағасы береді. Ерсілдорн қамал сарайында мұндай ұлан асыр мереке той бұрын соңды болмаған еді. Құрыш көбе құрсанған өңшең мәрт батырлар мен судыраған жібекке бөленген кіл сұлу бекештер жиналады. Шарап өзен боп ағады, тамақ төбе боп үйіледі. Күйшілер маңғаз меймандардың құлақ құрышын қандыра күй тартады. Жыршылар бабалардың ерлік істерін мадақтап, аңшылық, серлік қызықтарын жырлайды. Бірақ ең басты тамаша алдыда болады. Қонақтар дастархан басынан тұрған соң, Томас өзінің сүйікті лютнясын алдырып, сыңғырлата шертіп, даусы күмбірлей ән шырқайды. Қонақтар үн шығаруға батпай, демдерін ішіне тартып, тыншып тыңдайды. Томас өткен замандардың шулы оқиғалары жайлы, айбынды король Артур туралы, жеңісті майдандар мен қайғылы махаббат хақында жыр толғапты. Оны тыңдаған жұрт мұндай әншіні енді қайтып естіместе елегізіп, соңғы рет кездесіп отырғандай құлазый шерленіпті. Шынында да солай еді. Сол түні қонақтар тараған соң, өзен үстін тұман бүркейді. Қарауылда қалып кеткен жауынгер қураған шөпті сылдырлата басқан аяқ дыбысынан оянады. Шатырдан сыртқа бас сұққанда өзгеше бір көрініске куә болады. Толықсый нұрланған ай сәулесіне малынып, қардай аппақ бұғымен марал келе жатыр. Аяқтарын шеки тастаған жүрістерінен, барша сымбаттарынан түсініксіз құпия сыр, қасиетті тәкаппарлық сезінеді. Жауынгер жолдастарын шақырып, олар қос жануарға қаумалай аңтарыла қарайды. Бірақ бұғы мен марал оларға назарды аудармай, бір қалыпты кербез жүріспен тура тарта береді. Томас Лермонтты ояту керек, дейді бір жауынгер. Бұның не керемет екенін сол ғана түсіндіруге тиіс. Рас айтасың, Дана Томасқа кісі жіберейік, деп дабырлай қоштайды қалғандары. Қамал сарайға Томас Лермонтты оятуға қызметші баланы жұмсайды. Тосын хабарды естіген Томас төсегінен атып тұрып, тез киіне бастайды. Өңі қуарып, қолдары дірілдейді. Ешқашанда жабайы аң орманды тастап, адамдар мекенін араламайтын. Сосын қардай аппақ ерекше бұғылар туралы осыған дейін сөз қозғап, сыбыс естіген жан бар мекен? Жоқ әрине. Ендеше бұлар өлеңші Томасты шақыра келген хабаршылар болды. Эльфтер королевасының елшілері болды. Томас бір қуанып, бір мұңайды. Қуанғаны таңғажайып,
ару королевамен қайтадан жүздеседі. Ал мұңайғаны жердегі адамдар арасындағы дәм тұзы түгесілген екен. Томас лютнясын асынып, қамал сарайдан асыға шығады. Өзін күтіп тұрған ақбұғы мен ақмаралдың ортасында күміс нәзік нұрға шомған қыстақты кесіп өтіп, қарауытқан орманға беттейді. Туған Ерселдорнмен мәңгіге қош айтысып ұзай береді. Содан қайтып Томасты ешкім ешқашан көрмепті.